20 ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанның бейнелеу өнерінде Молдахмет Кенбаевтың шығармашылығы маңызды орынға ие. Ол сырттан академиялық көркемсурет білім алған алғашқы қазақ суретшілерінің буынына жатады. Туындыдағы ұлан ғайыр далада шауып келе жатқан ақбозат еркіндік пен бақыттың символы. Бояуы кеппей жатып ақ осы туындыны мемлекеттік Третьяков галереясы сатып алған. Шартты түстердің қарама-қайшы қатынасына негізделген картинаның колористік шешімі автордың ойымен астасып жатыр. Енді қазақстандық суретшілердің кескіндеме өнерінің басқа да жарқын туындыларын тек музейде ғана емес, сонымен қатар Art Store өнер дүкенінің топтамаларынан да көруге болады. The Frame теледидарындағы Қастеев музейінің коллекциясымен өміріңізді өнермен толықтырыңыз.